Армысыздар, қалай мп-статсыз жұмыс істеймін. TikTok желісінде мен аналитика мысалы қай жерде қалай көріп отқанын көрсеткен едім. Бәріңіз сұрап жатсыздар, қалай қою керек деп. Жалпы біз қазір ізденіп көрейік. Мен мысалы наушники беспроводные деген нишасы қандай екен деп тексеруім керек бірінші кезекте. Так, мына көріп отырсаңыздар, мына жерде көрсетіп тұр. 38 000 товар бар екен. Іздеуші адам 406 000 бір аптада. Мынау трендті айтып отырмын ғой, мысалы да, қазір падающий тренд екен, мысалы, или қазір тренд өсіп келе жатыр екен деген сияқты, осындай. Мына беттің өзінде 55 845 штук сауда бар екен айына. И мынау суммасы. Негізінде бұл сәл қателесуі мүмкін, бірақ жалпы картинаны көруге өте жақсы көмектеседі. Мынау қалып тұрған остаток дейді, мынау күн өтіп отқан несі. Енді ары қарай мен не істеймін? Бұл жерде менде мысалы мынау Меркатус деп аталады. Меркатус. Бұл жалпы нені көріп отырмын жаңа. Осы категорияда қанша ақша бар, қандай екен. Енді мысалы мынаны ашамын. Осы өте қатты ұнайды маған осы карточка. Маған қатты ұнайтын себебі бар. Мына жерде мысалы мен бұның саудасын көре аламын. Қараңыздар. 4267 штук соңғы 30 күнде сатқан и 3,5 миллион рубль дейді. Негізінде бұл аз, бұдан да қанша қатты көп болып отқанын көргем. Енді мына қара түсін көрейік. Қара түсі не дейді? 2879 штук сатып жатыр дейді. 2,5 миллион рубльге. Остаток 1552 штук бар дейді. Күніне шамамен 95-96 штук сатады екен. Так. Қарадым, енді артқа қайтамын. Мынаны қараңыздар. Бұның аккаунтына кірдім. Яғни бұда басқа товар жоқ. Тек қана осыны сатады. Көрдіңіздер ме? Бұл тек қана бір наушникпен отыр. Жалпы 360 431 товар сатқан дейді. Яғни тек қана осыны сатып жатыр. Мен бұл мына жерде 3,5 миллион рубль ғана сауда көрсетіп тұрды, мысалы. Мен бұның саудасын несінде көргем? 30 миллион рубльге дейін көргем тұр осы аккаунттың. Так, менде маяк істемей тұр. Не себеп істемей тұрғанын көрейік қазір. Негізінде менде тағы да не бар? Мен бірнеше инструмент пайдаланамын. Енді қалай қоямыз бұны? Мысалы, бүйтем интернет. Так, интернет магазин. На көп тұрстырға. Хром магазиніне кірем. Бұл тек қана Chrome браузерінде ғана жұмыс істейді. Енді мына жерге жазамындағыны, мысалы, аналитика маркетплейсов дейм. Қараңыздар, шопстат шығып тұр, маяк шығып тұр. Жаңа менде қазір маяк істемей тұр. Қайтадан кіре салайық. Мына біреуде кіре салайын. Әдетте менде мына жерде маяк тұратын, қазір шықпай тұр. Яғни менде маяк өшіп қалған. Так, удалить дейін да маякты. Сөйтіп, қазір маякты қайтып қоямын. Қараңыздар, маяк тұр. Установить дейін. Установить расширение. 200 мыңнан астам адам бұл қойып алған өзінің несіне. Так, мына включить синхронизацию деген түкке қажет жоқ нәрсе. Так что қоймаймыз. Мына бір товардың ішіне кіріп көрсетіп тұр. Мына маяк күніне қанша штук өткен. Мына жерде көріп отырмыз. Қазір енді жаңағыны дұрыс көрсетіп тұрмын, дұрыс көрсетпей тұрмын. Бірнешені пайдаланатыным сондықтан мынаған кірдім қайтадан. Енді менде маякты көрсету керек. Қазір бір обновить етіп жіберейін. Көрдіңіздер ме? Мынау қателесіп тұр, мынау көп қателесіп жүр. Мынау қазір бит тұр ғой. Данные могут существенно отличаться, то есть қате жіберу мүмкін дейді. Мынау көрсетіп тұр.
соңғы 31 күнде 8177 штук сауда жасаған, 9 миллион рубльге. И мынау астаты Каледина складында 3085 штук тұр. Яғни мен уже бұның саудасын көріп отырмын. Қайт наушники беспроводный деген кірейік. Енді сәл басқаша көрсетеді. Қараңыздар, мынау бәрі дұрыс тұр. Енді екеуінің айырмашылығы. Мынау мысалы заказ 8,5 мың деп тұр, а на самом деле міне 20 мың штук заказ түскен. 12 миллион рубль заказ. Бір айдың ішінде соңғы 30 күннің статистикасын көрсетеді. Мына жерде общий мына нені көріп отыр Меркатус арқылы. Меркатус дегенде тұр осы жерден. Мысалы мынау қойдық қой. Мына Яндекс Метрика тұр, Шопстат деген тұр, Маркет Гуру тұр, МП-статс тұр. МП-статстың несі өте нашар екен. 11 дауыс берген, 3-тен зорғасып тұр. Мына Hunter Sales дегенде мықты. Тағы не бар? VP-стат Pro бар, бірақ мені қойып тырысып едім, ұнамады маған. Қайт поиск по магазину келеміз дағыны, мысалы мен жазам Меркатус. Мына Меркатус. Басасыздар кәдімгідей. И мына жерде установить етесіздер. Меркатустың плюсы неде? Бұрын мына жерде маяк көрсете беретін, қазір маяк көрсете алмайды, өйткені Wildberries-тің дизайны өзгеріп кетті. Wildberries-тің дизайны өзгергеннен кейін көрсетпей қалды. Былайша айтқан кезде мен программист ретінде білем, бұл жерде жаңа HTML код, CSS-ін өзгерту керек, олар әлі өзгертпеген, яғни. Жалпы мына жерде толық информацияны көріп отырмын. Мысалы тұрамдағын осы наушники беспроводный кіруге бола ма деп келген кезде көрем. 38 мың товар бар, яғни 38 мың конкурент бар. 406 мың клиент іздеп жатыр деп есептеймін дағыны, кіруге болады деймін. Бірақ бұл жерде қиын нәрсе бар. Нені ескеру керек? Бұл жерде мына бірінші екеуін санамаймыз ешқашан. Өйткені бұл реклама. Сөйтіп бірінші орында мынау тұрады, екінші мынау, үшінші мынау деген сияқты. Бұл жерде монополия деген нәрсе бар, кез келген ниша таңдаған кезде. Яғни мына жерде монополистер бар, саудасы. Мысалы 8 мың штук сатып жатыр, 4 мың штук сатып жатыр, 14 мың штук сатқан, көрдіңіздер ме? 6 мың штук сатқан, 4 мың штук. Бұл жерде сауда өте көп. Мынау Космо Групп деген кірген, 33.700 штук сатқан, 268 рубльдан. Бұл менің ойымша қазір тек қана ликвидация жасап жатыр, болмаса осы бірінші орынға кіріп алу үшін таласып жатыр. Мысалы менде ақша көп, осы наушник нишасына кіргім келсе, мен тура осы сияқты істер едім. Мынау ақтамайды өзін. Мынау қазір 268 рубль деген. Ойлаңыздар, 70 рубль мысалы неге кетеді? Не бар, жаңағы логистика бар. Одан комиссия бар. Бұның қаптатып істетуі бар, оны жерге жеткізуі бар, яғни мына қазір тегін тарқатып жатыр. Үлкен ойыншылар, білесіздер ме, осылай кіреді. Өткен ақшасы көп, одан кейін барып нақты жерде ақша көп екенін біледі, алады тағыны товарды аямай кіргізе береді. Сөйтеді тағыны қазір минусқа жұмыс істей береді, жақсылап тұрып жүргізіп алғаннан кейін, бірінші бетте түспейтін болғаннан кейін уже нақты бағасын кейін көтеріп сата бастайды. Калединда 3,5 мың штук тұр, Казаньда 3700 штук тұр, Краснодарда 21,5 мың штук тұр. Бұлар көзін жойып жатыр. Қазір тек қана шығып алу керек. Так, мына енді жүрде неге көңіл аударар едім? Сертификатын алған уже, ол бөлек. Так, бренд раскачка жасап жатыр, прокачка. 1881 адам уже қосып қойыпты өзіне. Енді аккаунтына кіріп көрейікші. Бірнеше товар бар екен, бірақ основной сауда тек қана мынанікі екен. Мынаны да жақсы сатады екен. 2024 штук сатыпты, 2 миллион 150 мың рубльге. Ал мынаусын, екіншісін 1884 штук сатыпты, 2 миллион 190 мың рубльге. Көрдіңіздер ме, сауда қайда? Мынадан 34 штук сатыпты, 5613 рубльге. Мынадан 3925 штук сатыпты, 625 мың рубльге. Универсальный переходник для розеток с заземлением. Мына аккаунтқа кірген кезде мына көрсетіп тұр. Мысалы маяк общий 40 310 штук сатқан,
16 миллион рубльге, упущенная продажа 5 штук, 1114 дейді, 5 штук. Мынау болу керек осы. Сондай, жаңелдегідей қайталап көрсетейін. Жаңа интернет-магазин Chrome дейміз. Кіреміз осының ішіне. Сөйтеміз дағыны. Мына жерде енді жаңа айттым ғой. Аналитикалық адрес деп таңдай салайыншы. Маркет көрейік, другие расширения басатын болсаңыз, маяк қосылып тұр менде. mp-space.ru деген бар екен, get-data деген бар екен. Мен еще мынаны қоятынмын. Қазір сіздерге көрсетейін. Selematics деген. Selematics деген былай шыққан кезде вообще не болмайды. Просто установить деймін. Установить расширение. Так, мына жерде синхронизация деген шығады. Синхронизацияны X баса саламыз, керек жоқ бізге. Қазір қараңыздар, не өзгереді. Мына товардың ішіне кірдім. F5 обновить еттім. Мынаны көрдіңіздер ме? Мына жерде өстіп әрқашан осы несін көрсетіп отырады. Бұл да бір сондай инструмент. MP статустың негізі аса бір қажеттілігі жоқ.